Біз мәдениетсіздік пен тәртіпсіздікке төзбеуіміз керек, себебі бұл өмір сүру сапасын төмендетеді. Бұл Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы аясында айтқан сөздері. Осы ретте елбасы тәртіпсіздікке нөлдік төзімділік қалыптастыру қағидасы қоғамның басты міндеттерінің біріне айналуы тиіс деген болатын. Нөлдік төзімділікті қоғамдық қалыптасу мәселесі жайында Ішкі істер департаменті қабырғасында ұйымдастырылған кездесуде талқыланды. Азаматтардың құқықтық сана сезімін қалыптастыруда бұқаралық ақпарат құралдарының маңызды рөл атқаратындығы белгілі. Бұны жиналғандар да растап отыр. Қалың бұқараға ең алғашқы болып жаңалық жеткізетін тілшілер қауымы мен өңіріміздің мекемелері арасында тығыз байланыс орнағанын айта кеткен жөн. Аталмыш жиынға журналистика мамандығы бойынша білім алатын студенттер де шақырылды. Себебі жақын болашақта қоғамдағы құқық бұзушылықтарға нөлдік төзімділікті қалыптастыруға тікелей араласатын оларды бұл ұғыммен қазірден таныстыру қажет дейді ұйымдастырушылар. Развита система. Тұрғындардың нөлдік төзімділігін қалыптастыру үшін ұйымдастырып отырмыз. Әділдікті орнату бүгінгі таңда өзекті мәселелердің бірі. Ал әділдікті біз бақ арқылы жеткізе аламыз. Мысалы, Шымкентте кішкентай қызды зорлап кетті. Бұл ақпарат бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тарамаған жағдайда жабулы қазан күйінде қалар еді. Міне осылайша біз әділдікке қол жеткізе аламыз. Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдағы құқық бұзушылықтарға нөлдік төзімділікті қалыптастыру құралы ретінде халықтық сыбайлас жемқорлыққа сана сезімі атты семинар Қазақстан Республикасы байланысты ақпараттандыру және ақпарат комитеті мен Еуропа құқығы және адам құқықтары жөніндегі институттың бірлесуі арқылы өткізілді. Енді аталмыш семинарлар еліміздің басқа да қалаларында өтеді деп жоспарлануда.